Қалай салмақ қосамыз? Майсыз таза белок. Таза салмақ үшін үш негізгі нәрсе қажет. Оған тамақтану, күш жаттығу және ұйқы. Тамақтану бұл ең маңыздысы. Салмақ қосу үшін артық калория қажет, бірақ фастфуд емес. Біріншісі, белок нормасы тәулігіне 1,5-2 грамм на килограмм. 25 килограмм болсаң, күніне 90-20 грамм белок жеу керексің. Белокқа не жатады? Оған жұмыртқа, тауық еті, балық еті, әртүрлі айран, йогурт, ірімшік және тағы да басқалар жатады. Белокпен бірге міндетті түрде көмірсу және майды жеу керексің. Екіншісі, күш жаттығулары. Жаттығусыз артық калория бұл майға алып келеді. Жаттығумен бұлшық ет. Аптасына 3-4 рет жеткілікті. Приседание, отжимание, әртүрлі өзіміз білетін жаттығулар. Ең кемінде 30 минут жеткілікті. Және ең соңғысы ұйқы. 7-8 сағаттық полноценный ұйқы. Сіздермен бірге жалпы тәжірибелік дәрігер және дәрігер-кардиолог Жазира Жамбылқызы. Пайдалы ақпарат болса, каналға тіркел.